Сәлеметсіздер ме достар, сіздермен Айзада, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге арнайы ыстайтын аппаратсыз үйдің ішінде, пәтерде, қарапайым газ пешінде құйрық майды ыстап пісірудің әдісін көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Ең алдымен құйрық майды кішірек бөлшектерге бөліп турап аламыз. Құйрық май ұлтымыздың байырғы заманнан келе жатқан өте пайдалы деликатесі болып саналады. Осы тәсілмен пісіріп көретін болсаңыздар, құйрық майдың дәмі тура кәуаптың дәмі сияқты болады. Енді бір ыдысқа тұз саламыз, үстіне қарабұрыш, паприка салып, жақсылап араластырып, құйрық майдың әр бөлшегінің сыртына қолымызбен ысып отырып, жағып шығамыз. Осы тұздықта майымыз кемінде 2 күн тұруы қажет. Сол уақытта тұздың, бұрыштың дәмі әбден сіңіп, майымыз өте дәмді болып шығады. Достар, сіздер әлі менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, каналымның әрі қарай жылжуына үлес қосуларыңызды сұраймын. Тұздықтың барлығын жақсылап жағып шықтық. Енді қақпағы жақсылап жабылатын ыдысқа саламыз. Және қалған тұзымызды бетінен сеуіп, қақпағын жақсылап жауып, бөлме температурасында қараңғы жерде 2 күн ұстаймыз. Май менде дәл осылай тұздықта 3 күн тұрды, ал енді ыстайтын боламыз. Ыстағанға осындай алюминий немесе темір қазандар дұрыс болады. Енді оның түбінен бір темірді қоямыз. Жан-жағына жаңқаны салып шығамыз. Жаңқа менде шие ағашының жаңқасы. Сіздер кез келген жеміс ағашының жаңқасын пайдалансаңыздар болады. Яғни алмұрт, алма, өрік ағаштарының немесе арнайы дүкендерде дайын жаңқа болады. Соны сатып алып пайдалансаңыздар да болады. Менікі бұл үйде жасалған, жолдасым жасап берген қарапайым үйдегі кепкен шие ағашынан жасалған. Енді тағы да бір темірді алып, бетін бір жағын фольгамен ораймыз. Осының үстінде бізде құйрық май тұрады, және фольгасының бетін сәл тесеміз. Ал мына фольга бізде ыдыс қалпында тұратын болады. Өйткені құйрық майдан аққан артық майлары астындағы жаңқаға тимес үшін осылай астына тарелка болсын немесе фольга болсын қоямыз. Енді құйрық майларымызды сиғанынша тізіп шығамыз. Негізі ыстауға арналған арнайы құрылғылар бар. Ал мына тәсіл менікі үйдің ішінде, ас бөлмесінде жасауға өте ыңғайлы. Қорықпай жасай беріңіздер. Үйлеріңіздің ішінде бөлмелеріңізге ешқандай да түтіннің, ыстың иісі шықпайтын болады. Құйрық майды жақсылап орналастырдық. Енді қақпақтың астынан фольга жібереміз. Одан кейін қақпақты тығыздап жауып, фольганың шет-шетін төмен қарай қайтарып шығамыз. Қақпағын, фольганы жақсылап жапқаннан кейін газдың астын қатты отқа 15 минутқа қоямыз. 15 минут уақыт өткеннен кейін газды өшіріп, қазанды дәл осы қалпында 1 сағатқа қақпағын ашпай қойып қоятын боламыз. Сонда осы уақыт аралығында ішіндегі будың, ыстың, түтіннің барлығы құйрық майға сіңіп, құйрық майымыз өте дәмді болып пісіп шығады. Дәл осы тәсілмен көптеп жасап, тоңазытқыштарыңызға қатырып қойыңыздар. Менің байқағаным осы тәсілмен піскен құйрық майды балалар да сүйіп жейді екен. Барлықтарыңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.